Бүгінгі оқиға екі туған бауырлар туралы. Бұл оқиға 1999 жылы Винчестер қаласын шулатты. Жергілікті тілшілер, газет-журналдар, теледидар бұл іс туралы көп жазды. Сіздермен бірге куәгер каналы. Каналға жазылмай көретін адамдар көп екен, каналға жазылып қойыңыз, біз үшін үлкен көмектеріңіз тиетін еді. Рахмет, ондай болса жалғастырайық. Бұл оқиға 1999 жылы Канзас штатында 14 жасар Камила Арфман деген қыз баладан басталады. Ол мектептегі үлгерімі жоғары болды және жеңіл атлетикаға қатысатын. Ол әр жексенбі шіркеуге баруды жақсы көретін. 1999 жылдың күзінде Камила Арфман әпкесінің үйінде тұратын. Ол үйде әпкесі Бетти, жездесі Флойд Бледсоу және олардың кішкентай баласы, тағы екі бөле сіңлілері тұратын. 5 қараша Камила күндегідей таң ертең сабаққа жиналып, сабағына кетеді. Сағат кешкі 4:30-да мектеп автобусы Камиланы үйдің алдынан түсіріп кетеді. Камиладан кейін сабақтан оның бөлесі үйге келеді. Үйге келген кезде ол Камиланың киімдерін, мектеп оқулықтарын көреді. Бірақ Камила үйде болмады. Камила анасына кеткен шығар деген ойда болады. Келесі күні таң ертең ғана үйдің тұрғындары Камиланың жоғалғанын түсінеді. Олар полицияға хабарласып мән-жайды айтады. Полиция хабарласқан үйге келіп, бүткіл ақпаратты алады. Камила кәмелет жасқа толмағандықтан полиция жедел іздеу салады. 2-3 күн бойы полиция ол қызды және қызға байланысты ілмек таппады. Келесі күні полиция учаскесіне Томас Бледсоу келеді. Томас Бледсоу Флойд Бледсоудың туған ағасы. Оның жасы 25 жаста. Ол әке-шешесімен тұратын. Сол күні полицияға онымен бірге оның әке-шешесі, қорғаушысы келді. Томас Камила жоғалғаны туралы ақпарат бар екенін айтты. Оның әңгімесі былай басталды. Ол сабақтан кейін Камиланы көлігімен алып кетіп, 14 жастағы Камиланы тапаншамен атып көміп тастаған. Және ол атқан тапаншаны да өзімен бірге полицияға алып келген. Бірақ полицияға берген ақпаратында келіспейтін жерлер көп болды. Оған қарамастан полиция оны тұтқынға алды. Полиция Томас айтқан жерден Камиланың мәйітін тапты. Криминалистер сараптамасы бойынша Камиланы желкесінен 1 рет, кеудесінен 3 рет тапаншамен атқан. Камиланы атпай тұрып оны зорлағаны белгілі болды. Томас алып келген тапаншамен атқаны дәлелденді. Бірақ Томас сол тапаншаға Камила жоғалғаннан кейін дүкеннен оқ сатып алынғаны белгілі болды. Бұл жерде де шикілік бар екенін полиция түсінді. Не дегенмен мен өлтірдім деп келіп тұрған адам болғандықтан оны соттап түрмеге жапты. 2 ай түрмеде отырған Томас өзі мойындаған қылмыстан бас тартты. Енді ол Камиланы өлтірмегені туралы, және Камиланы өлтірген адам оның туған бауыры Флойд деп айтты. Полиция бұл қылмысқа қатысты қайта іс бастады. Томастың қорғаушысы оны түрмеден шығарып алды. Полицияда Томастың бұл іске қатысы жоқ екендігіне сенді. Енді олар Флойд пен оның әйелін тергеу және тексеру жұмыстарын атқарды. Камила жоғалған кезде сол күн емес, келесі күні полицияға хабарласқандары және Камиланың құрбысының айтқан сөздері полиция қызметкерлері Флойдтан күдіктенді. Камила құрбысына бірнеше рет Флойдтың оған деген сөздерін жымиып, жырбыңдап тиісетін айтқан. Полиция Флойдты полиграфтан өтуге ұсынды. Флойд оған қарсылық білдірмеді. Флойд полиграфтан шыққаннан кейін полиция оны ұстап алып кетті. Өйткені Камилаға қатысты сұраққа жауаптары өтірік екені полиграф сынағы дәлелдеді. 2000 жылы мамыр айында Флойдқа қарсы сот басталды. Экспертизаның анықтамасы бойынша Камиланы белгісіз жерде зорлап, өлтіріп, денесін бірнеше рет жерге сүйрегені анықталды. Флойдтың қорғаушысы, Флойд қылмыс болатын күні, Флойд күні бойы жұмыста, яғни фермада болғанын айтты. Ал Флойдтың бастығының сотта берген ақпараты бойынша ол күніне 4 сағат жұмыс істеп, басқа уақыт көбінесе бос болатынын жеткізді. Келесі сотта сұралған азамат, ол Томас еді. Томастың айтуы бойынша Флойд оның кейбір құпияларын білген. Сол күні Флойд келіп, Камиланы зорлап, өлтіргені туралы айтып, Томасқа бұл істі мойнына алуға мәжбүрлеген. Егер ол мойнына алмаса, Флойд оның құпиясын баршаға айтып беремін деп қорқытқан. Бұл сотта 2 туған бауыр бірін-біріне жала жабуымен болды. Ал олардың ата-анасы Томас бұндайға баруы мүмкін еместігін айтты, және сол уақыттарда Томас үйде ұйықтап жатқанын жеткізді. Сонда шындық қайда?
Бұл сот 4 күнге созылды. Аяғында сот Флойд Бледсоуды кінәлі деп өмірінің соңына дейін түрмеге жапты. Камиланың анасы қайғырды, Камиланың туған әпкесі де қиналды. Бір жағынан оның сіңілісі, екінші жағынан оның күйеуі қанішер болып шықты. Бірнеше айдан кейін ол Флойдпен ресми түрде ажырасты. Флойдтың әке-шешесі елдің өсегінен, ғайбатынан шаршап, басқа қалаға көшіп кетті. Ал Томас сол баяғы өмірін, жұмысын жалғастырды. Өмір өтіп жатты. 15 жыл өткеннен кейін адам күтпеген жағдай орын алды. 2015 жылы қараша айында 41 жастағы Томас Бледсоу өз көлігінің ішінде өліп жатты. Бұл суицид еді. Ол өзін-өзі тапаншамен басынан атқан, және оның денесінің қасында полиция хат тапқан. Хаттың ішіндегі жазу бәрін аң-таң қылды. Мен жазықсыз адамды түрмеге жаптым, ол менің туған бауырым, мен оны түрмеге жаптым. Сол күні Камиланы мен алып кеттім, біз үйге келдік. Камила маған үйдің жұмыстарына көмектесті. Ол көмектесіп жатқан кезде екеуміз сүйісі кеттік. Қалай болғанын өзім түсінбей қалдым. Екеуміз жыныстық қатынасқа түстік. Бәрі тез болып кетті, өзім түсінбей қалдым. Ол кәмелеттік жаста болмағандықтан біреу біліп қояды деп, сотталып кетем деп қорықтым. Одан оны тапаншамен атып тастадым. Бұл оқиғадан кейін Флойдтың ісі қайта қаралды. Сот оны түрмеден босату шешімін қабылдады. 15 жыл түрмеден шыққан Флойд қайта үйленіп балалы шағалы болды. Ол әке-шешесімен бір-ақ рет кездесті. Ол олардың неге бұлай істегенін, және неге сотқа өтірік ақпарат бергендігін түсінбеді, бірақ ол оларды кешіргені туралы оларға айтты. Міне, достар, бүгінге осы. Келесі жүздескенше, астыда ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Аман болайық.